Үйленіп жатыр ғой. Ереке бүйтіп айтшы. Мен үйлендім деш. Men uylendim. Мына жігіттер бойдақсыңдар ма сендер? Сендерге де жұғысты болсын. Бауыржан Момышұлы аталарың айтқан білесіңдер ғой. 20-ға дейін үйленбеген бала халық жауы болады дейді. Сондықтан сендер қарап жүре бермеңдер. Біздің әйгерім қасында құрбысы келіп жатыр ана. Көп қой қазір қыздар, әдемі қыздар. Сондықтан сіздердің де тойларыңыз болсын, сіздерге де жұғысты болсын. Шалбарды абайлаңдар, ерекеңді көтеріңдер. Бүгін тойы ғой. Көтеріңдер, иықтарыңа салып. Ай, дұрыстап көтерді. Осылай әдемі, биік көтеріп отырсай сенде. Сүндеттірген бала ұқсамай. Шапалақ қайда? Үйлендім мен, бойдақ емеспін. Шапалақ! Қалды елеспін. Көтер, жоғары қарай. Үйлендім мен, ғажап өмірім, тасып көңерім, шаттанады. Қошемет! Төрге, абайландар. Рахмет. Болды. Ерекеңде рахат жатып қалған дейсің ған жерде. Көптен бері биікке шыға алмай жүреді, ерекең жақсы болды. Рахмет, жігіттер. Ереке орныңызға келе беріңіз, жігіттер, сіздер билеп келіңіздерші. Бүгін бір тойда сіздердікі ғой. Бір заманауи бір нәрсе қоясың ғой бұларға. Ей! Қайда? Жібер енді. Ештеңе жоқ, ерке гүл бар. Әне. Сөздер айтсам, сұлу бар. Нағыз қазақтың жігіттері қайда? Күлім қадам. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен болмасың, сен болмасың. Рахмет жігіттер, жарайсыңдар.